Баршаңызға сәлем, құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі менің жаңа әрі пайдалы видеома қош келдіңіз. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгін сіздерге денсаулыққа өте пайдалы гхи майы туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын және дұрыс жасалу жолын көрсететін боламын. Бүгінгі видео қызықты әрі пайдалы болады, соңына дейін көруге кеңес беремін. Гхи майы үнді асханасынан шыққан тазартылған май. Бұл майды тіпті бұрын біздің ата-бабаларымыз да дайындап, пайдалы ас ішетін. Ол дәстүрлі әдіспен дайындалып, су мен сүт қалдықтарынан тазарады. Бұл майда дәрумендер мен пайдалы май қышқылдары мол. Ас қорыту жүйесін жақсартады, иммунитетті күшейтеді. Гхи майын үй жағдайында дайындау үшін бізге ең алдымен сапалы сары май керек. Қолдың майы немесе дүкеннің 82%-дан төмен болмайтын сапалы сары маймен дайындаймыз. Дүкеннен сатып алар кезде де құрамын міндетті түрде оқуға кеңес беремін. Артық қоспасыз таза пастерленген кілегейден жасалған сары май керек. Кейбір 82%-лық майларда қоспалар болады. Олар сары май емес, спред деп аталады. Ол майлармен гхи майы жасалынбайды. Ал нағыз сары май құрамында тек пастерленген кілегей деп жазылып тұрады. Мен өзім гхи майын жасау үшін осы көрсетілген сары майды және көбінесе президент 82%-лық сары майды қолданамын. Жалпы құрамы таза сары майлар дүкенде өте көп, таңдау өзіңізде. Тек 72%-лық майды немесе маргаринді қолдануға болмайды. Ең алдымен сары майымды осылай кубиктеп турап алдым. Сосын болаттан жасалған кастрөліме салып алдым. Кейін баяу отта майды ертуге қойдым. Май 35 минутта еріді, көбігі қайта-қайта шығып отырады, оны тазалап алып тастаймыз. Майдың қайнау уақыты сіздің плитаңызға байланысты. Мен майды 35 минут қана баяу отта ұстаймын, себебі 40-50 минутта май жаймен күйе бастайды. Мен сары майды 400 граммнан 2 қостым, жалпы 800 грамм ерттім. Негізі майды болат, яғни нержавеющий сталь немесе чугун ыдыста еріту керек. Сол кезде құрамындағы пайдалы қасиеттерін жоғалтпайды. Айтпақшы, майдың бетіне шыққан көбіктерді таза бір ыдысқа салып отырдым. Оны кейін пирогтарға немесе басқа да выпечкаларға қолдануға болады. Май бастапқыда бұлдыр болады, уақыт өте келе көбігінен тазарған сайын мөлдір, яғни прозрачный бола бастайды. Сол сәтте отты өшіреміз, майды таза, құрғақ ыдысқа марля арқылы сүзіп құйып суығанша бетін ашып қоямыз. Майды еріткен ыдыстың түбінде қоқым сияқты артық лактоза жиналады. Бұл қалыпты жағдай. Артық зиянды лактоза солай шығып кетеді. Майды тоңазытқышта шыны ыдыста сақтаған дұрыс, жарамдылық мерзімі 30 күн. Суыған соң бетін жауып, тоңазытқышта сақтаймыз. Гхи майын өзім тамақтарды қуыруға, ботқаларға қосуға, тіске басарларға жақсы қолданамын. Жалпы сапалы май дегеніміз суық жерде тоңып, жылыда қайта еритін май болса, осы гхи майы тура сол қасиетке ие. Сондықтан тоңазытқышта сақтағанда май тоңдап қалуы бұл қалыпты жағдай екенін естеріңізге саламын. Иісі ұнамайды, балам жемейді, дәмі жаман демей, осындай табиғи зиянсыз майларға отбасыңызды үйретіңіз. Қазір онсыз да қолданып жүргендеріміздің барлығы зиян. Мысалы, қарапайым көпшілік күнделікті қолданып жүрген сұйық майлар, өсімдік майлар құрамында транс майлар, қаныққан май қышқылдары болғандықтан жүрек қан тамырлары ауруы, семіздік, қант диабеті ауруларына себеп болуы мүмкін. Сондықтан табиғи өнімдерді таңдаған дұрыс. Пайдалы табиғи майларға кокос, зәйтүн, авокадо майлары, жаңғақ майлары, топленый, яғни гхи майы, жануар майлары, қой, сиыр, жылқы майлары және балық майлары жатады. Гхи майын 6 айлық балалардың прикормына қосуға болады, себебі балалар миының 70%-ын май құрайды. Сондықтан рационда міндетті түрде май болуы өте маңызды. Ағзамызға сапалы майдың жетіспегенінен гипоксия және астма болуы мүмкін. Жалпы ағзаға сапалы май жетіспесе бірнеше маңызды мәселелер туындауы мүмкін. Гормондық теңгерімнің, тері, шаш, тырнақ мәселелерін, мидың жұмысын, энергияның азаюын және түрлі мәселелердің алдын алатын осы сапалы май. Май ақуыз бен көмірсудан артық 2 есе энергия береді. Сондықтан баршаңызға тек сапалысын кеңес етемін.
Бүгінгі ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Егер алып қосарыңыз болса, комментарий қалдыра кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Осыған ұқсас пайдалы әрі қызықты видеоларды көру үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен болған Каусар. Келесі видеода кездескенше.